Сәлем баршаларыңызға, каналыма қалай ыңғай болып жатыр, солай видеолар салып жатырмын. Қазір именно Каланхоя гүлінің ең актуальный қойылып жүрген маған сұрақтарына жауап бергім келіп тұр. Өйткені мына гүлдің жағдайы соған позволить етіп тұр. Біріншіден, көп сұрақ қояды, бутонын қалай шығарсақ болады. Бұл гүл гүлдемей қалды, сырайып өсе береді. Екінші сұрақ, мына гүлде астыңғы жапырақтар сарғаяды. Не істесем болады? Одан кейін бұл гүлді қарқынды өсіруім үшін не істеймін? Дұрыс өсіре алмаймын. Және суару режимі қандай, топырағы қандай, бұл гүлді қандай топтастарға жатады дейді. Жалпы Каланхоя гүлі суккулент тұқымдасына жатады. Всегда айтып жүрмін. Екіншіден, бұл гүлде қарқынды өсу, яғни астыңғы жапырақтары сарғайып, үстіңгі жапырақтары міне қатты өсіп кетіп жатса, тоқтаусыз да әдемі болып. Астыңғы жапырақтардың сарғаюы ол табиғи процесс, қалыпты. Яғни астыңғы жапырақтарындағы күшті сарқып алып, жаңаларына беріп жатыр деген сөз. Ол жақсы. Екіншіден, егер бұл гүлге уже витамин жетіспей, мына гүлдердің бәрі қарқынды өсіп, астындағы уже отырғызу керек болған жағдайда жаппай сарғайтады да, жаппай тастайды. Онда тоже қадағалап қарау керек. Яғни бұл гүлдің отырғанына топырақта қанша уақыт болды? Негізі бұл гүл суккулент тұқымдасы болғаннан кейін бір жылда бір рет отырғызсаңыз да ешқандай проблема болмай өсе беретін гүл, және де топырақты жиі ауыстырғанды ұнатпайтын гүл. Сондықтан да бір жылда бір рет ауыстырып, егер бір жылдан асып кеткен гүл болса, және өте тесный тар құмырада отырған болса, онда міндетті түрде сізге сигнал беріп жатыр, астыңғы жапырақтарын сарғайтып, маған витамин веществолар жетпей жатыр деп жатыр. Ол кезде витаминді үздіксіз әрбір сұраған кезде беріп отыру керек, не болмаса топырағын кеңде ыдысқа алып, топырағын жаңалап отырғызу керек, витамин салып. Үшінші менен сұрақ, мынандай бутонды қалай ашамыз? Бұл бутонды менде 6 айда ашып бітті. Қалай? Маған бұл гүл қалай келді? Егесі өсіре алмаймын. Бұл гүл менің энергиямды өте көп алды. Ешқандай қолымнан келмейді. Сіз гүл баптайсыз ғой, ала салыңыз да, өлсе өлер, қалар, өлмесе өсіріп алыңызшы деді. Міне осылай берді. Бұл жерде бірнеше сорт бар. Яғни осылай қызыл, сары, розовый болып ашылатын неше түрлісі бар. 3 түрлі гүлді өлтіріп алып, өте үлкен пышный қылып алған, өлтіріп алып маған әкелді. Мен алып, осылай астарыңызда көріп тұрған болсаңыздар, міне осындай лысы-лысынан бәрі сарғайып түсіп, соңында осылай болып қалды. Бұл гүлді лайықты топырағына, лайықты құмырасына отырғыздық, яғни тамырына сай. Құмырасы деген сөз, тамырына сай топырақ болу керек, тамырына сай құмыра болу керек, біріншіден. Екіншіден, қарқынды өсіп бастап жатса да, өспей жатса да, гүлді тоқтаусыз осындай, гүліңіз кішкентай болса кішкентай қайшымен, үлкен болса үлкен секатормен қиып отыру керек. Көздеріңізше тағы да бір қиятын уақытысы келіп қалыпты, көрсетейін деп тұрмын. Міндетті түрде залалсыздандырып аламыз қайшымызды, онсыз болмайды. Ол құртып, ешқандай гүлді қиылмай тұрған қайшы болса да залалсыздандыру міндетті. Осылай қалай қиямыз деген кісілер нақты қарап алыңыздар. Мынау соңғы шыққан 2 жапырақ. Одан кейін тағы кішкене 2 жапырақ тұрма, міне осы 4-еуін қиямыз. Ал енді осылай кішкене мынадан да 4-еу. Енді қараңыздар, мынандай жағдай болып қалады. Міне мынау үлкен болып қалды, мынау кішкентай уже шығып қалды. Осы 4-еу. Міндетті түрде 4-еу. Мынандай жағдайда да солай. Мынада 4-еу емес, уже 6-ау, 8 қия берсеңіздер болады, кішкентайларын. Ал бой көтеріп қалған үлкендерінің барлығында 4-еу қиясыз. Кейбір өте үлкен болып өсіп кеткен гүлдеріңіздің кейбіреуін даже 2-еу қисаңыздар болады. Мысалы, мынандай өсіп кеткен 2 қатты болса, әлі аша алмай тұрса, осы 2-еуін ғана қиясыз, егер үлкендеу болса гүліңіз. Енді 4-ші жауап беретін сұрақ, мына бутон тек осылай қарқынды қиып, бірінен соң бір жапырағын шығарып өсіп бастаған кезде ғана сізді гүл беріп қуантады. Мейлі ол кішкентай әшейін атростик гүл болса да, көрдіңіз бе? Астында мынандай ақ. Бұл 1 жылдық гүл негізі. Соның 6 айында маған міне уже гүл беріп тұр. Гүл күтімді қажет ететін гүл емес Каланхоя. Суккулент гүлдері жалпы күтімді қатты қажет етпейді. Біріншіден, екіншіден, гүлдеу өте оңай. Және суаруды да өте қатты талап етпейді. Бір рет қандырып отырып, мен мысалы душқа апарып шомылдырамда сразу 2 в 1 суарам. Мынаның бәрін шаңынан тазалап,
барлығын шомылдырып аламын да астына кеткен суын тұндырып ағызып қойып қоямын сол душта. 1 сағаттай тұрады, 1 сағаттан кейін орнына әкеліп қоямын. Менің суару режимі осылай суккуленттер деймін. Екіншіден биттеп кетеді, аппақ бірдеңелер басып кетеді деген сезім, ол шаң басып тұра беретін болса суккулент гүлдерді, мынаның құрамында су бар ғой, соған зиянкес тез жинақталып тез түседі. Сондықтан шаңынан тазартып душқа не пульверизатормен жиі шомылдырып отырсаңыздар мейлінше жақсы. Шомылдырған сайын астында воздушный тамырлар шығады. Ол тамырларды қолыңызбен бүйтіп кесіп алып тастасаңыз болады. Алмаймын десеңіз, тура солай тұра береді, астына қарай тартылып өседі. Мейлінше бар сұраққа жауап бердім деген ойдамын. Ал енді суккулент гүлдердің топырағына келетін болсақ, бізде бұл жерде мен таза торф қолданамын, универсальный топырақ қолданбаймын ешқандай гүлге. Торф дегеніміз шымтезек. Бұл жерде шымтезектің тек нейтральный түрі, одан кейін перлит, теолит, диатомит, песок. Бұлай айтқан кезде қылқанды тамырларға арналған суккулент тұқымдастарына арналған топырақ. Міне. Песок өте мелкий түрін қолданасыздар, ірі түрі қажет емес. Пеностекло бұған қажет емес. Қара қоспайсыздар, өткен бұл ароидный емес. Таза минерал тастардан құрамын жасап, яғни бұлай айтқан кезде состав жасап топырақтың солай отырғызасыздар. Және де суккулент гүлдердің тамыры жай өседі, чем жапырақтарына қарағанда. Сондықтан бір жылда бір рет ауыстырсаңыздар болады деген сөзім сол. Гүлдете алмай жатырған кісілер тоқтаусыз обрезка, яғни қию. Қиясыз бір уақыттар жетеді, гүлдің иммунитеті көтеріледі, жаппай өсіп бастайды. Сезонына жеткен кезде, күтіміне жақсы жеріне жеткен кезде сізге гүл беретін болады. Ал енді гүл бүрісіп, ашпай ұзақ уақыт тұрып қалуының себебін айтам қазір тағы бір сұраққа жауап. Егер бойында зиянкес болатын болса, ол гүлді де жаулап кетеді, бутонды. Ол бутон мына жақтан өсіп келатқаннан уже быдынап бойында жаулап алады, сізге көрінбеуі мүмкін. Зиянкес сөйтіп мынаны өсірмей тұрады. Бұл бірінші себеп. Екінші себеп, мына суару режимі, яғни қанып су ішпей қалса, болмаса үздіксіз ылғалды болып жиі суарып қойсаңыз, вот сондай жағдайда, суару режимі бұзылған жағдайда бұл бутон ашпай тұрып алады. Үшінші себеп бутонын ашпай тұратынның, яғни жарықтың жеткіліксіздігі орнының дұрыс тұрмаулығын білдіреді. Яғни тұрған орны лайықсыз деген сөз. Осындай нюанстарға қараңыздар. Осындай гүлдің күтімін білгілеріңіз келсе, ары қарай каналыма жаңадан келіп отырсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Бұрыннан келіп жатқан кісілер пікірлеріңізді жазыңыздар. Сіздер Каланкоя қандай күтім жасайсыздар және менің көмегім тиіп жатыр ма? Келесі видеода кездескенше қош сау саламатта болыңыздар.